Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай ерекше дәмді тәттілерді сіздерге ұсынып жатырмын. Рецеп өте оңай, үйдегі бар заттардан жасалады. Сондықтан міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетуді сұраймын. Міне енді қазір біз осылай 2 жұмыртқамызды жуып, тазалап алдық. Енді осыны ыдысымызға салып аламыз. Рецеп өте оңай достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Дәл осы рецеппен жасап. Міне 2 жұмыртқаны салып алдық. Енді осының үстіне біз 1 стакан айранымызды құйып аламыз. Енді үйдікі болсын, дүкендікі болсын, пайдалана берсеңіздер болады. Кез келгенмен шыға береді. 2 жұмыртқамызды салдық, 1 стакан айранды құйдық. Енді осылай орта стакан қантымызды салып аламыз. Енді осының үстіне міне орта стаканнан төмен көз мөлшерімен өздеріңіз көресіздер. Сұйық майымызды құйып алдық. Енді осының барлығын қазір араластыратын боламыз. Енді осының үстіне 1 шай қасықпен толтырып мен қопсытқыш салам. Міне. Енді осыны араластырамыз. Достар, өте пайдалы, әдемі, тәтті рецептерді каналымда сіздерге ұсынып отырмын. Сондықтан жасап көріңіздер. Жасаған жандар болатын болса, міндетті түрде жазып кеттіңіздер. Енді керемет, енді оңай. Осыны дұрыстап тұрып араластырып аламыз. Жаңа міне 2 стакан ұнымызды електен өткізіп осылай дайындап алдық. Оны міндетті түрде електен өткізілген болу керек, достар. Ортасы әдемі болу үшін, әдемі пісу үшін, сондықтан ұмытпаңыздар. Енді осыны дұрыстап араластырып алғаннан кейін қазір ұнымызды бөліп сала отырып араластыратын боламыз. Біз енді ерекше осындай оңай тез дайындалатын кекстің рецебімен бөлісіп жатырмын. Көбінесе балалар жақсы көреді ғой кексті. Қонақтарға да қоюларыңызға болады енді. Әдемі үйдің дайындалған нәрсесіне еш нәрсе жетпейді, достар. Міне ұнымыздың барлығын салып аламыз. Енді араластырамыз. Бұл енді, достар, кекстің рецебі. Дәл осы рецеппен, достар, ас содасын қосып, немесе жаңа қопсытқышымызды қосып, пирогта жасасаңыздар болады. Кексті дайындасаңыздар болады. Енді кез келген тәттілерге келе береді. Сондықтан дәл осы рецепті міндетті түрде сақтап алуды ұмытпаңыздар. Достарыңызға, таныстарыңызға видеоны таратыңыздар, ол кісілер де жасап көрсін. Сондықтан кереметтей жеңіл, әдемі тез дайындалатын оңай пирогтың жаңағы кекстің рецептерімен бөлісіп жатырмын. Сондықтан каналыма қазірден бастап тіркеліп алыңыздар. Достар, мына қараңыздар. Міне араластырып алдық. Әдемі болып тұр, міне. Қараңыздар, міне осындай болу керек. Сұйық та емес, қою да емес, осындай деңгейде. Міне. Кексті осылай тез арада дайындасаңыздар өте керемет. Жолдасым жұмыстан келеді таңертең. Әдемі тәттілермен шай ішсін деп дайындап жатырмын. Енді ақырын осылай ожаумен түйіп отырып, кекстарымыздың барлығын пісіріп алатын боламыз. Енді түсінікті болу үшін айтып кетейін. Менде осындай пирогтарға арналған шағын осындай ыдыстар сатып алған болатын. Өте керемет, ыңғайлы, кішкене, бірақ мен сұйық май жағамын. Ішіне қағаз төсемеу үшін тез әрі оңай жылдам алына қояды. Міне осындай піскеннен кейін осылай астын көтеріп осылай ала қоям. Үлкен пирогтарды пісіретін осындай кішкентайымды алдым. Менің клиенттерім заказ бергенде мен осымен де жасаймын. Сондықтан сіздермен де қазір дайындап осындай түрін көрсетейін деп жатырмын. Мынау енді бізде новогодный қалып осындай жаңа жылдық. Сіздер ойламаңыздар, енді жаңа жыл қарсаңында дайындалып жатыр деп. Сіздерде арнайы осындай пирогтарға арналған резиновый дейміз ғой, мынандай әдемі қалыптар болатын болса, сонымен дайындасаңыздар да болады. Енді қазір мен көрсетейін деп жатырмын. Осының үстіне біз енді сұйық майымызды аздап қазір бір ыдысқа қойып алайықшы. Міне осылай аздап сұйық майымызды құйып алдық. Міне енді осы ыдысқа ыңғайлы болсын деп щеткамызбен жағып кетеміз.
бір жағы жабыспайды, тез алыну үшін майлы болады демеңіздер, ешқандай да майлы болмайды. Әдемі болып піседі. Бір емес бірнеше рет дайындап жүрмін. Жаңа жылда да дайындаған болатынмын осы қалыппен. Енді арнайы менде болған, балалар ойнап анау жыртып тастапты. Балалар қызық көреді ғой кез келген нәрсені. Қаншама ойыншықтары бар, бірақ сол ас бөлмесіндегі менен кастрөлді алып кетеді, қақпағымен неше түрлі ожауларды алып кетеді. Маған тамақ істеп шақырады. Өзім кухнядан босамай жатқанда оларға тамаққа баруға қайда. Міне осылай менен көрген істейді ғой. Мама бауырсақ пісіріп жатсам нанын беш деп нанын алып кетеді үзіп. Сонымен өздері ана жақта тамақ пісіреді. Олар ана бөлмеде блогер. Міне осылай сұйық майымызды аздап батырып отырып, жан жақтарына түгел жағып аламыз. Жеңіл, әдемі, тез дайындалатын рецептерді сіздердің назарларыңызға ұсынып жатырмын. Міндетті түрде лайк басып, комментария жазып, қолдап кетіңіздер. Осындай кереметтей қандай тағы әдемі дәмді тағамдарды дайындағанымды қалайсыздар, жазып кетіңіздер. Оны да міндетті түрде жасайтын боламын, бөлісетін боламын. Көрермендерім көп жағдайда жаңағы өздерінің жақсы пікірлерін білдіріп жатады. Ол кісілерге алғысым шексіз. Міне достар, мына қалыпқа да осылай майымызды щеткамен жағып кетеміз. Осылай майымызды жағып алдым. Енді қазір осылай ыдыстарға бөліп құйып шығатын боламыз. Енді ожауымызды алып алдым. Бісміллә. Мен өзі ішімнен айтып тұрам өзі. Әдемі шықсын, дайындап жатқан дүнием деп. Дайындап жатқан, пісіріп жатқан тәттілерім әдемі, дәмді болсын деп. Мен клиенттеріме де пирогқа заказ бергенде айтам, осы Алмагүл ханымның заказ берген пирогы дәмді шықсын, әдемі шықсын деп салам пешімізге. Білмеймін, әдемі шығады, өзім іштей солай тілеймін. Осылай енді көз мөлшерімен барлығын салып шығасыздар. Енді керемет әдемі шығады. Бір жақ жері осындай қалыптар өте әдемі, тез әрі жылдам, күшке түсірмейді, алына қояды деген сияқты. Енді барлық аналардың үйінде бар шығар. Енді қыз-келіншектер өзі көп нәрсені қонақ шақырғанды, бір нәрсе дайындағанды жақсы көреміз ғой өзі. Көп жағдайда енді дүкеннен сатып алатын анда-санда болмаса қолымыз тимей жатқанда, ал былай көбінесе дүниені қолдан жасаған жақсы көреміз, осындай тәттілерді. Міне достар, жақынырақ бір көрсетейін. Міне осылай барлығын құйып алдым. Енді мына ыдыстарымызға құйып шығайын. Өте толтырмайым. Қазір енді көрейін. Бұл енді көтеріледі ғой бізде. Сондықтан осындай көлемде құйып шығам. Барлығын өлшеп жатқан жоқпын. Көз мөлшерімен салып жатырмын достар. Барлығын осылай ыдысқа біркелкі қылды, көз мөлшерімен құйып алдым. Енді пешімізге салып 180 градуста беті қызарғанша, томпайғанша пісіріп алатын боламыз. Әдемі кекстарымыз дайын болды. Енді қазір піскенін піспегенін сіздермен бірге тексеретін боламыз. Қараңыздар, біреуінің ортасын көрейін. Міне қараңыздар, ешқандай да жабысып тұрған жоқ. Екіншісі. Барлығы әдемі, керемет піскен. Енді қазір осыларды алып дәмін бірге көреміз. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандай, міне оңай, тез әрі жылдам алынып жатыр. Міне осындай керемет жұмсақ болып пісті. Міне біз май жаққандықтан жабысқан жоқ. Енді осылай сыртынан ақырын астын көтеріп отырып, ақырын аламыз. Екі жағы да әдемі, жұмсақ болып, кереметтей дайын болды. Міне қараңыздар, кәдімгідей бетіне дейін томпайып, міне шығарылып тұрып піскен. Кекстарымыз да әдемі. Міне біздің қопсытқыш қосып дайындалған кексіміз дайын болды. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Енді тәтті болу үшін бетіне осындай аздап сахар мен пудра себетін боламыз. Енді осылай ұсақтап бетіне сеуіп жібереміз, әдемі болсын деп.
қыздарым таңертең тұрғанда әдемі шай ішетін болды тәттілермен. Балаларыңызға, отбасыңызға сіздер де жасап беріңіздер. Көрсетіп жатырмын ортасының қалай піскенін, қараңыздар. Керемет, 100% осындай әдемі, жұмсақ, әдемі кекстардың рецептімен бөлістім. Каналыма қазірден бастап тіркеліп алыңыздар. Керемет рецептерді бірге жасап көріңіздер. Лайк басып, комментария жазып, қолдап кетуді сұраймын. Міне осындай керемет, жеңіл, үйдегі бар заттардан жасалатын әдемі тәттілерді дастархандарыңызға сіздер де ұсыныңыздар. Кереметтей тәттілермен бөлістім. Міне екінші біреуін көрсететін болайын. Міне екінші қалыпта піскен. Бұл да жұмсақ, әдемі. Дәмін бірге көрейік енді. Шайға керемет достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осындай әдемі тәттілерді каналымда описание бөліміне рецепті қалдыратын болам. Каналға тіркеліп алыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.